Сен жалпы альдегидтер мен кетондарды өте қиын деп ойлап жүрсің бе? Жоқ, шын мәнінде олар жалпы органиканың ең логикалық тақырыптарының бірі. Еще слайд бар. Кеттік, дұрыстап саған түсіндірейін. Ал кеттік достар, бастайық. Жалпында кетондар мен альдегидтерді мәжбүр тұрғанда менің телеграм каналым. Достар, телеграм каналда мен жалпы көптеген видеолар түсіремін. Олар сендер осы слайдтарды жалпы марафон түсетін, өзімнің телеграмда. Соған кіріп кетіп бір подписка мен лайк басып жүрсеңдер, одан кірсеңдер күн сайын видеолар бар. Кеттік. Жалпында альдегидтер мен кетондар жалпы көз қорқатудан, но на самом деле одан қорықпайды жоқ. Жалпы карбонилді қосылыстар. Карбонилді қосылыстардың сол екеуі де кетондарда альдегидтерде соның ішіне кіреді. Жалпы альдегидтер кетондар мен осы екеуі карбонилді қосылыстар бар. То есть СО дейтін жаралық бар. Олар органикалық қосылыстар. Олар оттекті органикалық қосылыстардың ішінде сол спирттерден кейін қалса, карбонилді қосылыстар көміртек радикалы. Көміртек радикалына сутек атына байланысқан қос жалпы RCOO. RCOH. Достар, осылай. Альдегидтер RCOH. Осылай. RCOH. Жатаймыз. RCOH альдегидтер кетондар. Но бірақ та альдегидтер именно осының ерекше бір класста екеуін шатастыру мүмкін көбісі. Өйткені екеуінің формуласы бірдей, өйткені ол классалық изомер, ол логично. Бірақ та олардың айырмашылығы бар. Бірінші кеттік, олар жалпы бізде молекула атауы, мына қосылыстардан. Молекула атауын айтсақ, олар жалпы метаналь. Енді онда аль дейтін жалғауы бар бәрінде. То есть этаналь, пропаналь, бутаналь дегендей аль дейтін жалғауы тәсіне болады. Басқа да класстарына саты. Алкандарда ан болса, мыналарда аль дегендей. Жалпы мұнда екінші атауы тривиалды атауды жаттауымыз керек достар. Тривиалды атауы бізге керек. Өйткені ол тарихта ұбт-ларда, любой лентада, любой жерде осылай сұрайды. То есть мына жерде формальдегид. Келесі бізде этаналь, сірке альдегиді. Так, ацетальдегид дейтін тағы бір аты бар. Енді пропаналь. Немесе оны пропаналь деп аталар, тарихи атауы жоқ оның. Бутаналь май альдегиді. Келесі пентаналь. Немесе осы жерде көрсеткен, олар 5 көміртек болғандықтан пентаналь деп аталар. Келесі валериан альдегиді. Валериан альдегиді бұл бізде өсімдіктер бар, тамырдың арасындағы валериан дейтін соның аты шыққан. Келесі бізде бензональ альдегид. То есть ол циклденген. То есть бензолдың жағына, мына бензол сақинасын жағады екен. Так. Осындай да. И оған сол СО дейтін келген. Сол келіп. Ол тұйықталған бір сөздер, Жалпы физикалық қасиеттерін айтсақ, бізде өткір иісті өткен, Бізде бана екен метаналь емес формальдегид өткір иісті өткен. Ол тек қана ойланып көріңдерші, альдегидтердің ішінде тек бір исключение. Ол бізде газ. Қалғандардың бәрі уже сұйық и қатты ары қарай. Жоғары класстар дейді. Жалпы 35 пен 40% ерітіндісі формальдегидтің ерітінді құрайды. Біз мұнда жалпы слайдта особо толықтай келтірген жоқпыз, бірақ та өзім телеграм каналымда ол бәрі толықтай бар. С1-ден және де С10 аралығында сұйық болып қойды. Ал жалпы оның жоғары класстар ары қарай 11, солар уже қатты болып қойды. Атты айтып тұр. Жалпы сутек байланысы жоқ, қайнау температура спирттерден төмен. Жалпы олардың гибридтенуі SP2 достар. SP2 ол кітапта айтылған. SP2 11-ші сыныпта жалпы сол альдегидтердің кетондарды айтылған. Изомерлердің түрлері көміртек қаңқасы бойынша изомерлер түрлері. Көміртек қаңқасы дегенде оларды мысалы көміртек, энергия көміртек болуы мүмкін, энергия осылай. Так. Осылай болады. Осы арқылы типа көміртек арқылы жалпы былай болуы мүмкін, Но бірақ та осы жазылды дегенде, соң біраз көміртек қаңқасы бойынша өзгеріс болады. Жалпы олар классалық изомерлер кетондарға, бана көргенде, кетондарға классалық изомер болып қойды, и соған байланысты оларды шатастырады көбісі. Енді химиялық қасиеттерін айтайық. Химиялық қасиеттер бізге очень важны, альдегидтер химиялық қасиеттер тоту реакцияларға қатысады. То есть жалпы кетондардан гөрі бір айырмашылығы, Жалпы күміс айна реакциясы көргенде ойбай, біз көбісі шошайды, жалпы күміс айна реакциясы бұл ең оңай реакция, ол сапалық реакциясы, и тағы оның ұқсас, жалпы оның десіне ұқсас сапалық реакциясы бар, бұл мыс 2 гидроксидімен. Қазір көрсетейік оны ең басына дым ойыңдайсыз бастайық. Жалпы ол аммиакта ерітіндісі болып қойды, күміс айна, жалпы күміс оксидінің аммиакта ерітіндісі. Ол сапалық реакциясы, ол жерде бізде жалпы бана өткен альдегид, ол күміс жалпы оксидімен реакция түсгенде, жалпы бізде қышқыл түсіреді. То есть мына жерде мына жерде көрсеткен сірке альдегиді қосылса, мына жерде сірке қышқыл түсіреді. То есть бір оттегі бере салады. Осы күміс бізде бір оттегін бере салады. Бір оттегін бере салғанда бізде екі молекула
бағана айтқан күміс түсіреді, ол уже тұнба. Жалпы осының қазір еще фотосын көрсету деп закрепить қойын, осы арқылы ол әдемі реакция жалпы. Жалпы келесі мыс оксидімен, мыс гидроксидімен жақсы реакция түседі оларда. Мыс гидроксидімен түскенде жалпы бізде ең басында жалпы бізде сразу осындай тұнба түсірмейді. Бізде жалпы осы жерде жалпы айтып отырғаным, жалпы кетондарды алу үстері, мына жерде жалпы өзінің түсі айырылмайды. Содан кейін бізде осы жерде түсіретін зат, бізде көбінесе шатастырады осы затта. Бізде жалпы осы қызыл емес, сары зат. Сары зат деп көрсейін. Сары болып қойды. Сары тұнба, жалпы тұнба түсіреді. Мынау жалпы осы тұнба емес, достар. Мен осыны айтып отырған жоқ. Ең басында бізде жалпы гидроксид түседі. То есть мыстың бір валентті гидроксид түсіреді. Осылай. Мынаны айтып жазып көреді. Осылай, кешірім сұрайын. Осылай заттар түседі, и бізде мына жерде бір сөзбен қызыл түсті тұнба түсіреді. Мына жерде қызыл түсті тұнба көрсетілген қызыл болып қойды, и осылай. Ол екі жалпы сапалық реактив болып қойды. Бағана айтып кеткен альдегидтер байланысты, альдегидтер сапалық реактив десе, осы екі реактивті айтамыз. Келесі тотықстану кезде бізде жалпы бірінші эксперттен жалпы бізде альдегидтер түседі. Білеміз, спирттерді өтіп жатқанда альдегидтер түсеміз не? Альдегидтер тотықстанған кезде жалпы бізде бірінші эксперт түседі. Ал кетондар тотықстанған кезде екінші эксперт түседі. Не үшін десеңдер, жалпы бізде альдегидтердің формуласын есіме түсіру керек. Альдегидтер всегда достар. Мына жерде хоть көміртек біреу, екеу, үшеу, и осы жерде соңғысы болсын да, деп қалыпты. Жақсы. Мына жерде көміртек болады, и мына жерде жалпы жалғау болады. Оттек и H. Бәрінде соңғысында бізде көміртек радикалы соңында бет жазылып тұрады. Ал қалғандары, мысалы, ортасында жазылып кетпейді ол. Ортасында бет жазылып кетпейді. Өйткені ол логичный, жалпы бірінші эксперттен түсіргендіктен ол сөйтіп түсірмейді. И соған байланысты логикамен уже бірінші эксперттер қандай екен. А бірінші эксперттер білеміз, көміртек байланысы қай жаққа жалғанған жер уже бірінші эксперт. То есть мына жерде осыдан, мысалы, допустим, С OH-тан бір тағы бір көміртекпен жалғанып тұр ғой, соған байланысты ол бірінші эксперт дегенде, а екінші эксперт уже екі көміртекпен жалғанып тұр, жалғанған көміртек дегенде. Келесі сол. Енді нуклеофилді орын басу, осыны жаттауымыз керек, достар. Оны көбінесе ұбытта көп жауапты сұрақ деп сұрайды. Көп жауапты сұрақтар, мысалы, альдегидтер нуклеофилді қосу кезде бізде жалпы мында көрсетіп тұрған синил реагенті бізде жалпы синил қышқыл дейді. Синил қышқыл жалпы қосылғанда бізде осындай зат түсіреді. Оны жалпы атын сұрамайды. Главное, ол қандай заттармен түседі дегенде. Келесі бізде натрий гидросульфиді түседі. Натрий гидросульфиді осылай. Осы екі реакция түскенде осындай заттар түсіреді. Онда да еще тотықстанып ашқылармен реакция түскенде осыдан жалпы басқа да зат алуға дегенде ол жерден қайтып альдегид алуға. Бірақ оның кітап туралы оқысаңдар, жалпы базамда бар ол тоже. Сол жерде тоже қарасаңдар жеге бір көп. Келесі бізде жалпы келесі айтсақ, бізде жалпы глинериал реактиві бізде магний органикалық қосылыс. Магний органикалық қосылыс дегеніміз, мысалы, допустим, мына жерде R, магний и O. То есть X деген, возможно, какой-то реагент. Мысалы айтсақ, мына жерде CH3, магний, допустим, давайте фтор. Солай, допустим, айтып отырмыз, ол обязательно сол реакция жүру керек, жүрмеу керек дейтін әңгіме жоқ. Жалпы сол арқылы реакция түскенде осы глиа реактиві түскеннен кейін бізде жалпы альдегидтерден бізде екінші эксперттер түседі. Уже наоборот та бір этапқа жоғары. Кетондардан кейін, кетондарда бізде жалпы үшінші эксперт түседі. Бірінші эксперттер түсемейді. Сақтайық, есімізде. Келесі бізде кетондар. Кетондар бізде ортасында бар. То есть манағы COH дейтін жалғау. Мысалы айтсақ, С просто жазып отырмыздар. Так, С, и олар үштен басталады. И мына жерде О. И все. Мынау бұл кетон. Қалғандар уже қосалқы райфит айтылады еді. Ол уже басқаша атауларда қолданады. Кетондар ең бірінші өкілі ол өзі ацетон. Ацетон бізде үш көміртек жалғанған. Келесі бутанон, жалпы бізде 4. И олардың жалғауларын десең, керемет. 10 дейтін жалғау қосылады. 10 деде кішісі. Жалпы изомериясын айтпайсақ, изомериясында көміртек қаңқасы бойынша альдегидтермен классалық изомер и жалпы үшінші карбонил тобының орны бойынша. То есть орын байланысты ол өзгереді. Мысалы, 4 болса, 5 болса 4 өкті. Так, мына жерде ол мүмкін, немесе осы жерде ол мүмкін дегендей. Ортасында үшінші орында немесе екінші орында дегенде. Келесі кетондардың химиялық қасиеттерін айтсақ, кетондар жалпы химиялық қасиетін айтсақ, оларды өте күшті реакциялардың бірі оларды.
Бірінші айтсақ, олар тотықпайды. Сіне болмай жатады. Альдегидтер сәтті оларда сапалық реакция жоқ. Сенің реакциясын түспейді олар мәйіп күткен, и жалпы күміс купрум OH екі сенімгемен реакция түспейді, то есть мыс екі гидроксилмен. И кейс тосылстану реакциясы, то есть бірінші кетондардан бізде екінші экспирт сөйледі. Жалпы бана тосылстану бана айтып кеткен едім оны, не үшін екінші экспирт сөйледі, не үшін бірінші экспирт сөйледі. Кейсі бізде генерал реактиві дәл үстінде оларға да и альдегидтерге тең, и кетондарға тең. То есть бізде альдегидтер дәл үстінде натрий гидросульфатымен реакция түсе алады, и кетондар реакция түсе алады. И бана синил қышылымен де түсе алады, достар. Нуклеофилді қосылу бана синил қышылымен, натрий гидросульфитімен и тағы да басқа заттармен. Кейсі жану реакциясы бұл екеуіне тең, любой органика заттар қосылып жалғанда бізде сұлу мен су түседі. Альдегидтер мен кетондардың алу жолдарын айтсақ, спиртті тотықтыру. Банағы тотықсыздану дейтін сөзінің наоборот. То есть тотықсыздану бізде уже альдегид бірінші экспирттен, бірінші экспирттен бізде альдегид түсіреді, а екінші экспирттен кетон түсіреді. Банағыдай наоборот режим. Кейсі үшінші спирт тотықпайды, достар. Ал енді келсек, бізде жалпы олардың сапалық реактиві, олар қалай тотығады десек, ол білуіміз керекпіз, олардың сапалық реактивін. То есть бізде ол мыс оксиді, еквалент оксиді тотыққанда бізде жалпы өзі қызыл болған, жоқ, өзі қара болған еді. Содан кейін бізде қызыл түсті тұнба түсірді. Жалпы алкиндерде гидратация, Кучер реакциясы, біздің Кучер атамызды білеміз, алкиндерді оқып жатқанда бізде сол Кучер реакция туралы айтып кеткен. То есть ол сынап тұстардың қатысында, мысалы, бірінші жағынан тек қана ацетиленнен бізде жалпы альдегидтер алынады. То есть тек қана бір альдегид, и то оның аты мен айтып кеткен сірке альдегиді. Ал жалпы бізде уже басқа гомологтардан кетондар алынады. Оны жаттап алдық, бұрында кетондар бізде алкилдерді оқып жатқанда кетондар түседі. Жалпы метанолдан формальдегид алу. То есть метанолдан формальдегид алу бізде оттек тотықтыру арқылы. Жалпы тотықтыру дегенде бізде сразу есіме түсірейік оттек. Мына жерде көрсеткен оттек қосамыз, мына жерде формальдегид алынды және су, и бізде оны катализаторлар атаймыз. Ол катализатор жиі келеді. Бізде біріншіден күміс және де мыс, екі металл. Метанолды формальдегид алу. Жалпы бізде көрсетіп тұрған жалпы мына жерде метанол. Жалпы метанолдан формальдегид алу реакциясы, бізде метанолды оттек атысында тотықтырамыз, бірақ та бізде білуіміз керек өшірткілерді. Мұнда жалпы мыс және де күміс. Екі катализатор жатасақ, жалпы осы реакцияны білеміз. Енді кумолдық әдіс, бізде фенолдарды өтіп осыны қараған едік. Кумолдық әдісте жалпы бізде С9, H12, жалпы банаға айтқан кетон, кумол деген, кешірім сұрайын, кумолды әдіспен бізде жалпы фенол алынады. Оттек қосамыз, бірінші ұмытпаймыз, оттек қосарқанда фенол алынады. С6H5OH, кейсі кетон түсіреді. Кетон оның қасында С3H, так, нешет. Давайте беттейік. Есесінде қиын болса жазу, любой зат жазу қиын болса, біз оны тереміз. Мысалы беттеп кетеміз. Жалпы білудің, ол үшеу алтау екенін, оны сутегі просто жазып отырмын сендерге. Ешчө сендер қиын болып жатқанда, осылай жазған вообще керемет. Ол жерде альдегид кетон екен көріп жібердік. Так, міне. Кейсі қолдануын айтсақ, қолдануын келгенде бізде формальдегид шайырына қолданады. Пластмасса қолданылады, бояулар қолданылады. Жалпы антисептик заттарда и формалин. Бұл биологиялық бізде консервант. То есть консервант дегенде бізде білеміз, анатомия препараттарда консервилеу үшін бана формальдегид қолданылады. Формальдегидтің ерітіндісін айтсақ, ол бізде формалин. Жалпы бізде формальдегидтің өзінің құрылысын айтсақ, ол бізде 35% немесе 40%. Жалпы бізде формалин ерітіндісі болады. То есть этанальдегиді. Этанальдегид деп па? Метанальдегиді. Ацетон бізде кетондардың өкілдері ең қарапайым. Ол жалпы еріткіш ретінде қолданылады, лак ретінде қолданылады деп білеміз. Ацетон деген лак ретінде еске түседі, тырнақтарында полимерлік өндірістерінде тоже алынады. То есть екеуі де полимерлік өндірістерде де алынады екен. Жалпы сол кейсі жоғары алкиндер парфюмерияда қолданылады. Парфюмерия дегенде бізде жалпы 9-дан мен 12 мен аралығында жоғары алкиндер парфюмерияда қолданылады. Вот, достар, осы жерде менің каналым туралы қарауға болады. Қысқаша видеороликтер бар ана жерде. Жалпы мен органика марафонын жүргізетін, бүгін уже 42-ші күн болады. Алла қаласа, осыны бітірем органиканы, и осы телеграм канал кіруін арқылы маған қолдау көрсетесіңдер. Жалпы подписация етіп, ол жерде жалпы реакция құтты, осыны біне қарасыңдар, ол жерде жалпы сендерге көптеген мәліметтер бар. Ол жерде тек қана мен өмірім емес, бұл жерде жалпы көбінесе
ана жерде каналым енді. Достар, каналымды тіркеліп ұмытпаңдар, өйткені осы каналымда, Аско Академия дейтін каналымда көптеген жалпы видеолар бар. Оған қатысты видеолар түгілі бізде жалпы бана айтып кеткен органика туралы жалпы марафон өткіздік. Бүгін уже 42-ші күн. 42-ші күн жалпы осыған орай мен осындай видео түсіргім келеді. Алдигиттерім кетуіне байланысты көптеген адамдар онымен қиналады. Бұйырса осы сіздер білімдер қайырлы болсын. Подписаться етіңдер достар. Ол жерде ент туралы толық ақпарат бар.